О, ас болсын. Айсара, кел шай ішесің ба? Аха, сүтпен болса ішем. Ән сүт, ән забар, өзің құйып алшы. Қалай? Шаруа қалай болып жатыр? Бухгалтериялық отчеттардың барлығы дайын. Тек ана бір-екі қызметкерлеріміз құжаттарын дайындамай жатыр. Ол құжаттар толық дайында. А то толық болмаса білесің ғой, бізге штраф салатын. Білеміз ғой. Екінші кварталдың аяқталуына аз қалды. Әр квартал біткен сайын жоғарыдағылар бізді тексеріп отырады. Бухгалтерия, қызметкерлердің құжаттары, военный билет деген сияқты. Егер құжаттар толық болмаса, онда бізге штраф салады. Ал қазір біздің филиалдың штраф төлейтін шамасы жоқ. Кімде құжат жоқ сонда? Берік военный билетін әкелген жоқ. Иә, ол маған айтпақшы. Ана военкоматта медосмотрда урологтан өте алмай жүрді. Ол негіз маған айтпасын деп еді негіз. Айтпай ешкімге, иә? Сосын ана азамат сотталмаған деген қағазын әлі әкелген жоқ. Неге? Білмеймін енді, база істемей жатыр дейді. Әтсеп ала алмай жүрмін дейді. 4 ай болды созып жүргеніне. Мүмкін ол сотталған шығар. Сосын қысылғанынан бізге әкелмей жатқан шығар. Енді Құмаш деген кезде есіңізде ма, біздің филиалымыз ашылып жатқан кездегі жұмыс деген Ардақ деген менеджер бала бар еді ғой. Филиал ашылған кезде Ардақ деген жігітті менеджер қылып жұмысқа алған болатын. Басында сырт көзге еңбекқор, адал адам сияқты болып көрінетін. Ол да сөйтіп жүр, 3 ай бойы сотталмаған туралы справканы әкелмей жүр. Кейін кассаны алып тонап қашып кетті. Ақыр соңында вообще сотталған болып шықты. Қар дегенде ырдан кейін мәк кезінек бар ма? Қазақта мәк кезінек жоқ қой, айналайын. Берік, канцелярский пышақ бар ма? Не болды досын? Өмір шаршатты ма? Құмаш, мынаған керек маған. Канцелярский пышақ жоқ, я? Торт кезетін пышақ бар? Мүмкін емес. Азаматты бұрын қылмыскер болды дегенге сенбеймін бе? Түрі ұқсамайды ғой. Мен естуім бойынша 90-шы жылдары бандит болғандардың бәрі коляскада отыр. Құмашы. Өз 93-ші жылы туған бала ғой. Қайдағы 90-шы? Бестен белі шықпай жат, бандит десеңші. Барып сұрасаңызшы енді. Барып сұраңыз өзіңіз. Бастық емессіз бе енді? Басың істеймін. Статистика бойынша түрмеден шыққандардың бәрі агрессивный. Психикалық ауытқуы бар. Қазір сұрағым дұрыс түсінбеймін. Басын бәлеге қалсашы. Той құмаңшы деймін. Құдай сақтасын. Барып сұрай салыңыз енді. Может, өзің сұрарсың? Той. Азамат, Ау, Наурызбай Абдышкірұлы. электронныйлар бар ма еді, арбаның? Иә, бар. Маған да алып алу керек, машинам бензин жеп жүр. Не дейді, сұрадыңыз ба? Электронныйлар бар екен. Ненің? Коляска. Қайдағы коляска? Ой, коляска деп болма. Қолымда үлкен пышақ, не сұрағанымды білмей қалдым. Не істейміз енді? Білмеймін. Сөйлесу керек. Сөйлесу керек айттым ғой енді. Жоқ, қылмыскермен басқаша тілде сөйлесу керек. Қылмыскердің тілінде сөйлесу керек. Мен түрменің бір-екі темізін лақтырсам, ол өз ақша сайрап шыға келеді.
сөйлесу керек. Сөйлесу керек енді. Жақсы ән екен. Шансон ғой. Сендер шансон тыңдайтын ба едіңдер? Под шансон не танцует, а плачет дейді ғой. Естіп беріңіз. Солай ма? Білмейді екем. Түрмеде ұтпағасын білмейді екем. Оны саған кім айтты? Братандар айт. Бұратандар ма? Е? Баяғыда мен кішкентай кезімде кличкам болатын. Димитрол дейтін. Неге? Енді любой бір ұйықтата бересің да. Керісінше ұйықтап қала беретін болғасын Демедрол деген жоқ па? Білесіңдер ғой. Балалар, сендер мені білмейсіңдер ғой. Сендерде қандай кличка бар? Мені бәрі ауылда Торнадо дейтін. Торнадо? Айналып тепкен кезде желмен келіп тебетін ғой, желмен. Тепкен жерінде шаң көтеріліп. Таеквондоға қатысқам ғой мен. Әйтеуір жел жібере беретін болғасын емес па торнадо? Сенде ше кличка бар ма еді? Кличка у собак, а у порядочных погоняла. Да? Онда братандарың айтып еді? Е? Кешіріңіздер, қара апартаменті көрмедіңіздер ма? Ішінде кредитқа төлейтін соңғы 50 мың теңге болып еді. Жоғалды ма? Ұрлатып алдың ба? Так, никому не двигаться! Стой! Стоять! Закрывайте двери, окна! Работает детектив Наурызбай Әбдішүкірұлы. Қашан жоғалттың? Қай жерде жоғалттың? Вспомни. Офиста мен ешқайда шыққан жоқ. Ешқайда шыққан жоқсың да? Қозғалмаймыз, орындарға отырасыңдар, барлықтарыңызды тексеріп шығамыз. Ренжімеңдер. Сенен бастаймыз, Азамат. Мыды кел. Тұрш. Мен тұра алмаймын. Егер қатты күмәндансаңыз көтерілейін онда. Жып-жылы екен. Көп болды ма отырғаныңа? Жарайды. Тоқтатамыз. Жұмыстарыңызды істеңдер. Бізді тексермейсіз бе? Жұмысты жалғастырыңдар. Неужели Азаматтан табылған жоқ? Ол алмаған шығар. Сол алды. Рустол бір жерге тығып қойып отыр. Қалай? Мүмкін емес. Азаннан кешке дейін коляскада отырады. Қай уақыт алып, қай уақытта ұрлайды ол? Оның коляскада отырғанның өзі ойландыратын жай. Точно. Ол өтірік істеп жүр. Ол жүре алады. Ана, айласын асырып жүр да сөйтіп өтірік айтып. Қалай? Махинация. Сондай. Қойыңшы, Құдай сақтасын енді. Құдай сақтансаң сақтайын дейді, Айсара. Меніңше ол жүре алады. Тексеру керек. Қалай? Аяғы ештеңе сезбейді ғой. Азамат, қалайсың? Жақсы. Шай қайнап тұр ма? Жаңа ғана қайнады. Іше беріңіз. Не ойнап отырсың? Мынандай ойын ғой. Сағат қанша болды? Азамат, кешірші, мен байқамай қалдым. Жоқ. Ыстық па? Ашып жатыр ма? Жоқ, нормально. Аяғым сезбейді ғой, уайымдамаңыз.
Қазір өзім кептіріп аламыз. Айып етпеші. Жоқ, нормально. Қазір өзім кептіріп аламын, уайымдамаңыз. Өз жеріне келемін да, жизнь бітіп қала береді уже. Ой, бүгін маған не болған, құдай-ай. Кешірші, Азамат. Күйіп кеттің ба тағы да, ашып жатыр ма? Тайып кетіп қолыңыз да? Я, мен білмеймін бүгін маған не болған. Жоқ, болды, уайымдамаңыз, бәрі дұрыс. Кешірші, байқамай қалдым. Жоқ, ешқандай несі жоқ. Қазір өзім кептіріп аламын ғой. Кешірші. Жоқ, ештеңесі жоқ. Ой, ұят болған екен. Бейшара. Жоқ, екі бірдей аяғына су құйғаныңыз не? Ұят болды ғой. Сезбейді ғой бәрі, нормально. Мен өзімнің компанияның қауіпсіздігі үшін бәріне барам. Енді Да. Наурыз әпшікір шақырыңыз ба? Кірттесін. Не болып жатыр өзі? Берік, тыңда. Сен Азаматтың бойынан соңғы кезде бір странный нәрселер байқап жүрген жоқсың ба? Иә, бейшара жүре алмайды ғой. Ой, жөніңді айтсайшы. Жоқ, байқамадым. Бізше Азамат бұрын сотталған қылмыскер. Кім? Азамат. Не күлесің? 90-шы жылдар бандит болғандардың бәрі қазір коляскада отыр. Ей, сондай ол. Бесте бес шықпай жатты бандит. Маған сотталмаған туралы справка әлі келген жоқ қой. Келген жоқ. Онда мен оны нақты біліп бере аламын. Қалай? Досым, айтайын ба? 93, 04, 06, 30, 30, 14, 14, 96. Аха. Билайын ба дамашқа? Иін ғой. Иін дейді ғой, соны білмейсің бе, сонда істемейсіңдер ме? Не дейді, шықты ма, досым айтшы, не деп шықты? Привлекался? Ага, привлекательный? Уголок? Вообще хочу уголок принялся. Ой, сұрса үшін алды. Привлекался? Уголовной? Ответственности? Ага. Кетші. Қашан? Кім? Шашлык бар ма? Не деп тұрсың? Жақсы досым, хабарласам қазір, хабарласам. Аға жақсы. Есіңдер ма? Не алдайды? Кешке дейді. Шашлыкке. Той. Жөніңді айтшы. Сотталған. Айттым ғой, ол сотталған. Мен білгем оның сотталған. Берік ау, қалай анықтадың сен? Досым ғой, сонда ұстайды бүкіл ақпарат қолында ғой. Наурызбаш. Ондай қызметкерлерге орын жоқ. Тем более біздің компанияда. Оған түсіндіріп айту керек. Өзіңіз айтасыз. Неге мен? Сен айтасың. Иә. Жоға мен қорқам. Сен ше? Мен ондай жерге бара алмаймын. Неге? Мен ондай жерге барсам тұтығам. Көрдің бе? Баршы. Енді қалай шешеміз? Шешеміз, Айсара. Папа не етем шешеміз. Наурызбай Абчикурович. Сколько я зарезал, сколько я перерезал, сколько душ я загубил. Түсінбедім, Ну Наурызбай. что, фраер, базарить будем или к делу? Наурызбай Абчикурович. Какой Наурызбай? Я Димедрол Джамбулский. Я здесь смотрящий. За положение. Наурызбай Абчикурович. Сіз осы спектакль үшін шақырып отырсыз ба мен? Закрой хлебало, фраер. Ты что, попутал или не понял? Наурызбай Абчикурович, мен сізді түсініп тұрған жоқпын. Қазақша айта беріңіз, мен түсінемін ғой.
фраер майор деп не айтып жатсыз? Короче, Азамат, сен сотталғаныңды біліп қойдық біздер. Ертерек айтпағаным үшін кешірім сұраймын. Иә, мен сотталдым, бірақ түрмеге отырған жоқ. Побег па? Жоқ, Наурызбай Пшкевич. Осыдан 6 жыл бұрын Алматыға шаңғы тебуге барғанбыз. Ош, сендерге де шаңғы бар ма? Базар дамып кеткен, е? Жоқ, Наурызбай Пшкевич, түсінген жоқсыз. 6 жыл бұрын деп айтып тұрмын ғой, мына бертін келе болған әңгіме ғой. Иә, кешір, айта берейін. Шаңғы тебуге барғанбыз. Таудың төбесінен шаңғымен қатты сырғанап келе жатқан кезде алдынан бір адам шығып қалып, оны қағып ұшырып жіберген. Сосын ол адам әкесі, папасы, туыстарын бәріне сотқа берді. Сосын сот болды. Сосын за неумышленное причинение тяжкого вреда здоровью 1 жыл мен условный берді. Сен сол екен ғой, справкына келмей жүрген, не? Енді қызықсыз, мен бірден келе салып, офисқа бірден айтсам дұрыс түсінбей қалады ғой, офис мен сотталды деген. Енді сен қызықсың, бірден түсіндіріп айтпадың ба? Мына спектакльдің бәрі болмас еді. Короче, сен былай істе, Азамат. Ертең ана справканы алып кел. Сосын ана Мақпалдың портмоneсын қайтаршы. Мен алған жоқпын. Енді сен алмасаң кім алды оны? Портмонені таптым. Шкафтың астына түсіп кетті, оның астына қалай түсіп кеткен. Наурызбай Абдышкурович, мен кредит төлеп келсем бола ма? Бара бер, бара бер. Шкафтың астына тығып қойдың де. Наурызбай Абдышкурович. Бер. Ертең справканы алып кел, болды, бәрі шешіледі. Жақсы, мен қайта берсем болады ғой? Қайта бер.